Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен өте пайдалы көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға өте ерекше, дәмді, алма қосылған аджиканың рецептісін ұсынбақшымын. Аджиканың құрамына керекті заттардың тізімін төменде жазып қалдырып кететін боламын. Бізге керегі помидор, сәбіз, болгар бұрышы, алма, чеснок, ащы бұрыш, сұйық май, тұз, қант. Ең алдымен көкөністерімізді жуып тазалап алғаннан кейін алманы, тәтті бұрышты, помидорды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін барлық көкөністерді блендердің немесе еттартқыштың көмегімен айналдырып аламыз. Одан соң чеснок пен ащы бұрышымыздан басқасының барлығын үлкен ыдысқа құйып, отта 1,5 сағат қайнатамыз. Помидорымыздың егер сұйықтау болатын болса, онда қайнату мерзімін кішкене ұзартатын боламыз. Аджикамызды құятын банкілерді мен тазалап алғаннан кейін қысқа толқынды пеште серуендеп аламын. Bir жарым сағаттан кейін ащы бұрышымызды, чесногымызды, майымызды, тұз, қантымызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты тағы да дәмдеуіштер қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Уксус қосуға болады. Мен 1 столовый ложка уксус қостым. Одан кейін осы 800 граммдық серділденген банкілеріме құйып, бұрандалы қақпақпен жауып, барлығын жылы жерге төңкеріп орап қоям, әбден суығанша. Бұл аджиканы шашлыққа, ет тағамдарына, поджаркаға қосуға болады, және де нанға жағып жеуге болады. Өте дәмді. Егер де менің каналым сіздерге пайдалы болып жатса, тіркеліп пікір жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.